Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ахмет Кізет. Бүгін мен сіздерге Кубро туралы факттарды айтатын боламын. Және де ол туралы шындықтарды да айтатын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға лайк басып жазылып кетіңіздер. Жоқ болып кеткенім үшін кешіресіздер. Просто менде уақыт болмай жатыр. Түсінесіздер деген ойдамын. Каналға лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Комментарийді көп жазыңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Куброның шын есімі Берден Сарин. Сарин сияқты. Короче, оның шын есімі Берден Сарин. Екінші факт. Кубро баласымен және де қызымен көп және жеңгелеріңізбен көп видео түсіреді. Оның көп қолданатын сөздері ёпсына мен ё-майо. Баласының аты Әлімхан, ал қызының аты Ханиса. Кубро басында GTA 5 аңыздары деген видеоларды түсіретін болған. Кейіннен Free Fire'ды түсіріп бастады. Кубро ол Q-Style командасында болған. Және де Q-Style ажырап кеткеннен кейін өзіне канал ашып, өзіне аккаунт Free Fire ойнап, солай видеолар түсіріп жалғастырып кеткен. Кубро өтірік рэпер деп ойнайтын. Кубро негізі рэпер. Рэпер дегенде мощный рэпер ойынды. Ананың рэпін тыңдасаң, видеоның басында қоятын өлең қарасаң, дерзкий ғой, қарапайым, бро деп тұрып айтқан сөзінің өзі майт қой. Кубро Гаренамен де жақсы араласады. Гарена тіпті Куброға 500-ден көп комната береді. Сенесіздер ме? Келесі факт. Кубро Алокқа көбірек ұқсайды. Сенбесеңіздер, өздеріңіз Алок пен Куброны салыстырып көріңіздер. Екеуі бір-біріне ұқсайды. Гарена Кубро туралы суреттерді өзінің личкасында көбірек салып қояды. Кубромен түскен суреттері, Кубромен бірге араласқан туралы. Ал достар, менің білген мәліметтерім осы. Каналға лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге көбірек мәлімет бергім келеді, бірақ ол туралы мәліметтер осы. Ал сіздермен болған мен Ахмет Кізет. Каналға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар.